Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіздер. Аха, жақсы. Балалар, бүгінгі біз интенсивті арифметикадан төрт амалды сандарды қосып және азайтуды үйренеміз. Үйренбес бұрын біз өткен тақырыптарға, өткен сабақтарымызға шолу жасайық. Ол үшін бірінші мына тастарымызды қандай сан беретін атауларын айтып алайық, өзімізге жеңіл болу үшін. Балалар, айтыңыздаршы. Мына сан қандай? Мына аха, жайна. 5. Яғни бұл қай класс? Бірінші. Нау? 6. 7. 9. Тамаша. Әнес? 50. 80. Ой, 70. Я 80. Балалар, шатаспаймыз, я? 80. 60. Тамаша, отыра қойыңыз, әнес. Тағы да. Аха, Әлібек. 500. 500, я? Яғни жетістер бар. Аха. 500. 700. 600. 0. Я? Тамаша. Тағы да мыңдықтар класын. Әлихан, айта қойыңыз. 5. 3000. Немен 5000-ді түсірген жоқпын, шатаспаймыз, я? Балалар, жақсы, өздеріңіздің алуларыңыздағы балалар. Алуларыңыздағы жеке жұмыстарыңызды. Жеке жұмыстарыңызды жаза беріңіздер. Регламентті ұмытпаймыз. Жақсы балалар, орындаған тапсырмаларыңыз өте тамаша. Бір-бірлеріңізді тексердіңіздер ғой, я? Жақсы. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызды бекіту үшін бірінші топ, екінші топқа, екінші топ, бірінші топқа сандар жаздырып көрейік, я? Келісесіздер ме? Ал бірінші топ сіздер қандай сан жаздырар едіңіздер? Ауларыңыздар, карточкаларыңыздар. Мынау қандай сан? Бұл 77. Тамаша. Тамаша балалар. Сіздердің топтарыңызда ма? Мынау қандай сан? Асимай. 33. Тамаша балалар. Айта қой. Мынау қандай сан? 56. Тамаша балалар, өте жақсы, сондай жақсы деңгейде бүгінгі сабағымызды жақсы деңгейде орындадыңыздар.